достар, мен Майнкрафт достар. Бұл мен дейтін өзім канал, мен істеген картым келіп отыр. Мынау менің каналым көріп тұрғандарыңыздай. Неке. Ол каналға кіреміз. Неке. 63 просмотрым бар екен мен. Бүгін қаншасы? Бүгін 3 күн ішінде мен 63 просмотр жинаппын. Достар, видеом қарап кеткендеріңізге өте көп рахмет. Достар, осы 63 адам әрқайсысы мінекей бір видеома қарап қарайын. Мінекей 63 адам міне қызыл подписаться деп тұр ғой, осы кнопкаш. Осы кнопканы басып сүртішке айналдырып, және оның жанынан мына жерден колокольчик шығады, қоңыраушы, соны басқа все дегенге қосыңыздар. Менен қызық видеолар шығатын болады. Және де мынау лайк, мына бас бармақтың сөйлеп тұрған кнопканы басқа болсында көк түске айналдырыңыздар. Достар, видеома лайк басып отырсаңыздар, және де подписаться етіп отырсаңыздар. Қазір біз 63 подписчикқа изи жетіп кететін едік, достар. Достар, осы мен каналыма келіп тіркеліп кетейік. Так, достар, давай 63 адам бүкіл подписаться етіп кетіңізші. Және де, достар, мен әр видеома лайк басып шығыңыздар. Сол мен үшін үлкен мотивация болады. Достар, мен көбінесе Майнкрафт туралы видеолар шығарамын. Өйткені мен каналыма өзі аты айтып емес, Байера Майнкрафт деп. Достар, мен сіздерге және де Нурик дейтін баланың каналын ұсынғым келіп отыр. Бұл бала мен досым. Оның каналында да 4 подписчик екен. Так, достар, бұл баланың каналына да кіріп, мінекей осындай қып-қызыл подписаться деген кнопка тұрады. Соны басқап сүртішке айналдырып, және де оның жанында мына аяқта бір қоңырауын сөйлеп тұрады. Қоңырауды дегенге қойыңыздар. Қоңырауды все дегенге қойыңыздар. И все, достар. Және де менің де каналыма кіріп, осылай істеп кетсеңіздер болады. Неке олда Ангри Небро ойнайды, менімен бірге Brawl Stars ойнайды деп достар. Еще бұл балада просмотр аз екен менікінен. Достар, онда видеоларына кіріп, мінекей бүкіл видеосына кіріп, мені осылай кіріп, лайк басып кетіңіздер. Және де комментарияға кіріп, мен Кира Майнкрафттан келдім десеңіздер, ол бала өте қатты қуанады. Және де ол қатты қуанады. Еще дағы өте қызық ойындар түсіре бастайды. Достар, бұл балада көбінесе Майнкрафт түсіреді. Және де ол Mortal Kombat ойнайды. Еще дағы әлемдегі ең қиынды ойнаған. Еще Among Us'ты ойнаған. Бірақ ол қазір Among Us ойнамайды. Ол кезде Among Us ойыны қарам екен білген жоқ. Ол әрине Free Fire'ды ойнамайды. Өйткені Free Fire қарам екен, ол біледі бескен. Достар, сіздермен бірге болған мен Майнкрафт, және де қойшы сау болыңыздар.